Бәріне сәлем, қалайсыздар? Бүгін біз нағыз ұбт-да келіп жатқан математикалық сауаттылықтан 5 есепті талдайтын боламыз. Кеттік. Біріншісі, берілген сандар қатарының медианасын табыңыз дейді. Медиананы табу үшін біз міндетті түрде берілген сан қатарын өсу ретімен жазуымыз керек. Конечно, можно кему ретімен жазуға, но өсу ретімен ыңғайлы болады, бірақ біздің есепте уже беріліп тұр, өсу ретімен жазылып тұр. Енді не істейміз? Санаймыз, неше сан бар бізде? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 сан бар. Сандардың саны 10, ол жұп. Ондай кезде біз ортасында тұрған екеуін аламыз. Яғни бізде мына жерде сол жағында 4 қалып тұр, оң жағында 4 қалып тұр, иә? Дәл ортасында тұрған екеуін аламыз. Қосамыз да 2-ке бөлеміз. Сонда 15 бөлу 2 7,5 болады ғой. Есептің жауабы 7,5 болады. Ал егер сандардың саны тақ болатын болса, мысалы 1, 1, 2, 3, 5 деген мысалы сан қатары берілсін, медианасын тап дейді. Енді егер де аралас берілсе, міндетті түрде өсу ретімен жазып аламыз бірінші. Одан кейін санаймыз. Бізде 5 сан, сандардың саны тақ. Ондай жағдайда ортасында тұрғанды аламыз, болды. Оны ешқайда қосып бөлудің қажеті жоқ, просто ортасында тұрғанды аламыз, болды. Түсінікті, иә? Так, жақсы, кеттік, келесі түсінікті болса, екінші есеп. Оқушы 7 дәптер сатып алу үшін кассаға 1200 теңге берді. Кассир оған 80 теңге қайтарым берді. Енді сдача ғой, бір дәптердің бағасы қанша дейді. Значит, 1200-ден біз 80-ді азайтып тастаймыз ғой. Так, сонда 1120 теңге болады, иә? Сонда дәптерге, 7 дәптерге 1120 теңге төлеп тұр ғой. Енді бір дәптердің бағасын білу үшін бұл жерде 1120-ны бөлеміз 7-ге. Сонда 160 теңге шығады ғой. Есептің жауабы сонда 160 теңге. Оңай, иә? Оңай болса да, бірақ көп оқушы осындай есептерді шығара алмайды. Немесе жауабында қателеседі. Так, келесі. Үшбұрыштың 3 қабырғасы бар. Олардың ұзындықтарын 2-2-ден қосқанда 13, 15 және 17 деген сандар шықты. Үшбұрыштың ең ұзын қабырғасын табыңыз дейді. Былай алайық, үшбұрыштың қабырғаларын x, y, z деп алайық. Немесе a, b, c деп алуға болады. Немесе басқа бір әріптерді алуға болады. Разница жоқ. 2-2-ден қосқанда дейді. Мысалы x қосу y, былай ғой, мына жерге жай кішкентай бір суретін салып көрсетейінші. Мысалы бір үшбұрыш берілді, мына қабырғасы x, мына y, мына z. 2-2-ден қосқанда дейді ғой, x қосу y-тен 13 деп алайық. Одан кейін y қосу z бізде 15 болады, және z қосу x бізде 17 болады. Міне осындай теңдеулер жүйесін шығару керек. Қосу тәсілімен шығарамыз, қосамыз, сонда бізде мына x қосылады, 2x болады, қосылған y, 2y и 2z болады. Тен, мына оң жағын тоже қосып шығамыз, сонда бізде 30-45 шығады, иә? Енді мына жақта 2-ні көріп тұрмыз, иә? Ол бізде ортақ көбейткіш болып тұр. Ортақ көбейткішті жақша сыртына шығарамыз, сонда жақшаның ішінде x плюс y плюс z болады, тен 45. Осы жерден x плюс y плюс z тен 45-ті 2-ге бөлетін болсақ, бізде 22,5. Енді сұрақ не дейді? Үшбұрыштың ең ұзын қабырғасын табыңыз дейді. Ең ұзын қабырғасын табу үшін біз мынау 22,5-тен, ол енді бізде периметр болып тұр, барлық қабырғасын қосындысы. Біз кіші қабырғасын азайтуымыз керек қой, 2 кіші қабырғасын қосындысын, x қосу y-ті, яғни орнына апарып қоямыз. 13 қосылған z тен 22,5 болады. Осы жерден z тен 22,5-тен 13-ті азайтсақ 9,5 шығады. Сонда міне жауабы 9,5 болады. Тағы да тексеріп көрсеңдер болады. Мысалы, y қосу z орнына апарып қоясыңдар 15. Сонда x-ті тапқан кезде x қосу 15 тен 22,5 деп. Сонда x тен 22,5-тен 15-ті азайтсаңдар 7,5 бола ма? Көрдіңдер ме? Бұл қабырғасы мынадан кіші болып тұр. 17-ні қойсаңдар, ол мынадан да кіші болады. Сол себептен ең үлкені бізде 9,5 болып тұр. Яғни ең ұзын қабырғасы. Түсінікті болды деп ойлаймын. Кеттік, келесі есеп. Осындай есеп, кстати, андай немен кездеседі еще. Мысықтардың салмақтарына байланысты. Оны да осылай шығарамыз. Так, кеттік, келесі 4-ші есеп. Биіктігі 1 метр болатын тік бағананың көлеңкесінің ұзындығы 0,7 метр. Мынау міне 1 метр болсын. Тік бағананың көлеңкесі мынау ғой, бізде 0,7 метр. Көлеңкесінің ұзындығы
14,7 метр болатын дейді. Мына жер 14,7 метр болатын ағаштың биіктігін тап дейді, иә, мына биіктігін тап. Мынау екеуі енді бізде тік бұрышты үш бұрышқа келіп тұр ғой. Бұл жерде үш бұрыштардың ұқсастық ережелерін пайдаланамыз ғой. Яғни сәйкес қабырғалары бізде бұл жерде пропорционал болады. Яғни 1/x деп аламыз. Тең 0,7 бөлінген 14,7 деп аламыз. Осындай пропорция шығады. Осы жерден x-ті табамыз. Яғни 14,7-ге көбейтеміз 1-ді, бөлеміз 0,7-ге. Ол бізде 21 болады. Дұрыс па? 21 метр. Есептің жауабы, яғни ағаштың биіктігі 21 метр болады екен. Так, түсінікті болса, кеттік келесі соңғы есепке көшейік. Зауытта өндірілген 200 киімнің 25-і жарамсыз болып шықты. Кездейсоқ таңдап алынған бір киімнің жарамсыз болу ықтималдығын тап дейді. Ықтималдық, яғни P тең M бөлу N формуласымен табылады ғой бізде. Бұл жерде N деп отқанымыз ол бізде жалпы жағдай. Ал M деп отқанымыз бізге керек жағдай. Біздің есепте енді жалпы жағдай 200 киім ғой барлығы. Бізден жарамсызын сұрап тұрды, 25 алымына жазамыз, болды. 25-ті 200-ге бөлеміз, 0,125 болады. Все, есептің жауабы 0,125. Ал егер жарамдыны сұрайтын болса, онда біз 200-ден азайтамыз 25-ті, сонда бізде 175 бола ма? Ол бізде жарамды ғой киім. Оның ықтималдығын табу үшін P дейміз, тең 200-ден 175 болады уже. Енді 175-ті 200-ге бөлесіңдер, яғни ол бізде сол жауабы болады. Егер жарамдыны сұрайтын болса, ал біздің жағдайда жарамсыз болса, міне жауабы 0,125 болады. Осымен 5 есепті талдап аяқталдық. Түсінікті болды деп ойлаймын, пайдалы болды деп ойлаймын. Сау болыңдар, барлықтарыңа сәттілік.